Бүгін мен сіздермен микрозеленді өсіру тәсілімен бөлісетін боламын. Сәлеметсіздер ме баршаларыңызға. Менің аты-жөнім Сүлейменова Айымгүл, мектепте биология пәні мұғалімімін. Жалпылама 2020 жылдан бері гидропоника әдісімен түрлі өсімдіктерді мектептегі кішігірім зертханамызда өсіріп келеміз. Бүгін мен сіздермен микрозеленді өсіру тәсілімен бөлісетін боламын. Жалпылама микрозелендер өте дәмді, тағамға ерекше дәм береді. Құрамында микроэлементтерге бай, бұл адам денсаулығына өте пайдалы өнім болып табылады. Тамақтану орындарына барған кезде жалпылама тағамдардың құрамынан кездестіріп жатасыздар. Бүгін мен сіздерге осы микрозеленді өсіру тәсілімен бөлісемін. Кейін өздеріңіз үйлеріңізде оп-оңай өздеріңіз өсіріп аласыздар. Ендеше бастайық. Бізге қандай құрал жабдықтар керек? Біріншіден микрозелен. Микрозелендердің түрлері өте көп. Енді бүгін өсіретініміз бұл микрозелен дайкон. Осындай су бүріткіш құрал керек. Сосын жут жамылғысы және де бізге пластик ыдыс керек. Пластик ыдыстың астын міндетті түрде кесуіміз қажет болады осылай. Және екінші ыдысқа кигізуіміз керек. Басқа да әртүрлі пластик ыдыстар жарайды, бірақ мен арнайы микрозеленде өсіруге арналған пластик ыдысты қолданамын. Қазір мен сіздерге соны көрсететін боламын. Арнайы тапсырыс беру арқылы алдырдым. Алдағы уақытта жалпылама осы құралдар туралы жаңа видеом шығатын болады. Микрозелен өсіруге ыңғайлы құралдар қайдан алуға болады деген сияқты келесі видеоларда күтсеңіздер бөлісетін боламын. Яғни пластик ыдыстың астын кесу қажет етпейді, дайын осылай келеді. Микрозелен өсіруге арналған және астында осындай екінші ыдысы болады. Міндетті түрде пластик ыдыс. Мінекей. Пластик ыдысы осылай қойылатын болады. Және де міндетті түрде бірінші ыдыс екінші ыдыстан жоғары тұрады. Ендеше іске кірісейік. Ең бірінші жут осындай талшығын осыған сәйкес келетіндей қылып кесіп аламыз. Егер де сіздер осындай ыдысқа өсіретін болсаңыз, осы жут талшығын осыған сәйкес келетін қылып кесіп аласыз. Ал менің ыдысым осы жут талшығына дәлме-дәл сәйкес келеді. Енді бұл жут талшығы сәйкес келіп тұр. Сәл жан-жағы ашық болуы мүмкін, сол себепті де сәл осылай кішкене созыңқырап жібереміз. Осылай орнатамыз. Орнатқаннан кейін ендігі біздің жұмысымыз жақсылап тұрып суару. Жут талшығы жақсылап суды сіңіруі керек. Енді бұрын ашылған тұқым дайкон деген түрі микрозеленнің. Бұл яғни ірі болып өседі. Бұдан да жіңішке болып өсетін түрлері бар. Мизуна бар. Мен дайкон деген түрін сіздерге өсіріп көрсететін боламын. Тұқымды біркелкі етіп себеміз. Қазір осы микрозелендерді біркелкі етіп осы жут талшығының үстіне салып шығамыз. Және де міндетті түрде жақсылап тұрып суарамыз. Мінекей, сіздерге де жақсы көрініп тұрған шығар. Тұқымдарымызды біз қараңғы жерге 3 күнге қоятын боламыз. Мінекей, қарапайым қадамдармен біз микрозелендерді ектік. Енді бұл микрозелендерді міндетті түрде 3 күн қараңғы жерде ұстайтын боламыз. Бұл яғни тұқым жақсылап өну үшін. Әр күн сайын міндетті түрде біз суды сеуіп бақылап тұруымыз керек. Тұқымдарымыз құрғап қалмауы керек. Енді алдағы уақыттағы өзгерістерді YouTube арнаға салып отыратын боламын. Сондықтан тіркеліп алыңыздар.